Сәлем, мен сізге қалай карта ашуды және 1000 теңге кэшбэкті дұрыс алуды үйретемін. Жақсылап тыңдап қарап отырыңыз. Орысша, өзіңізге ыңғайлыны таңдаңыз. Сосын телефон нөміріңізді енгізіңіз. Жалғастыруды басқаннан кейін сіздің телефон нөміріңізге растайтын код келеді. Соны да жазуыңыз қажет. Келесі, ЖСН-іңізді енгізіңіз, яғни ин. Жасыңыз 18-ден асу қажет. Бейне сәйкестендіруді бастаңыз, яғни Face ID-ді. Жарық жерде болғаныңыз дұрысырақ. Келесі бөлімде депозит карта, MasterCard, Visa. Мен Visa-ны таңдадым, немесе MasterCard. Сыйақы есептеледі, немесе есептелмейді. Шарттарын толық оқып шығыңыз. Суперкарт ашылуында неше түрлі дизайндер бар. Ұнағанын таңдаңыз. Freedom Super App қосымшасына кіру кодын ойлап табыңыз және келесісінде қайталаңыз. Ең маңызды сәт промокод жазыңыз. Осы промокодты өткізіп алмаңыз. Сіз менің командама қосылдыңыз. Шақырту коды қабылданды. Барлығын орындағаннан кейін сізде қосымша дәл осылай ашылады. Сосын жаңа өнімді рәсімдеу. Осыны басыңыз. Карталар суперкарт. Суперкарттың ішінде Димаш Құдайберген бауырымыздың картасы бар. Басқа карталар алғанша осы картаны алып қолдап қойыңыз. Жалғастыру. Visa, MasterCard таңдайсыз. Сыйақы есептеледі, есептелмейді таңдайсыз. Жалғастыру. Сізге код келеді, суперкартыңыз дайын. Құттықтаймын. Енді сізде суперкарт бар. Достар, ең соңғы қадам қалды. Бұл өте маңызды. Сіздер карта ашқаннан кейін сол картаңызға басқа банк арқылы 100-200 теңге саласыз. 100-200 теңге түскесін төлемдер платежға кіріп, өзіңіздің ақшаңызды өзіңізге қайттан единицаға бірлік қылып саласыз. Достар, асықпай барлығын дұрыс орындаңыз. Егер сіз барлығын дұрыс орындасаңыз, сізге дәл осындай 1000 теңге бонус ретінде кешбек